Еліміздегі 420 мұқтаж отбасына үй алып берген Қарекет қайырымдылық қорының Алматы облысы бойынша қарайтын өкілі Әлімжан Бекжанұлын ортамызға шақырамыз. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Жайғасыңыз. Бұл Қарекет қайырымдылық қорының жұмысы жайлы айтып өтсеңіз. Рахмет. Кеш жарық. Алдымен баршаңызға ассалаумағалейкум. Құрметті қазақ ел. Енді бұл қазіргі таңда Қарекет қайырымдылық қоры міне 4-ші жыл Аллахтың қалауымен жұмыс жасап келе жатырмыз. Енді біз Қарекет қайырымдылық қоры республикалық деңгейде жұмыс жасаймыз. Осыдан 2017 жылы күз айында официально фонд болып, қайырымдылық қор болып ашылған, заңды түрде тіркелген осы Алматы қаласында. Қазір таңда Алматы қаласында негізгі бас не біздің Алматы қаласында. Республикалық дәрежеде жұмыс жасаймыз. Яғни 14 облыста, 18 қалада біздің қазіргі таңда еріктілеріміз бар, өкілдеріміз бар, регион бойынша жұмыс жасайтын, осы мұқтаждармен, өзіміздің қандас бауырларымызбен, отбасылармен жұмыс жасайтын. Жалпы негіз біздің көптеген көрермендеріміздің көкейіндегі сұрақ, айта кетейін, сосын қойсам деп отырмын. Енді барлықтарыңызға белгілі, маған да ұстаз деп айтайын, дүниеден өткен марқұм Бейсен Құранбек ағамыздың Қарекет деген бағдарламасын білесіздер барлықтарыңыз. Сонымен қандай да бір байланысы бар ма, жоқ па сіздердің қорларыңыздың? Ол Қарекет, ол бағдарлама. Ол өздеріңіз білесіздер, бұрын ол болды айтуға оңай. Одан кейін Қарекет болып ауысты. Одан кейін марқұм ағамыз бақилық болғаннан кейін, қазір таңда менің білетінім оны Алматы телеарнасындағы шешім бар бағдарлама, сол ұжым олар жұмыс жасап жатқан. Яғни олардың бізге мүлдем қатысы жоқ. Олар бағдарлама болса, біздікі Қарекет. Көбісі осыны шатастырады. Қарекет емес, Қарекет, хат дегенде. Яғни Қарекет етіп, әрекет етіп, бір бауырымызды бір үйлету. Біздің сол мақсатта Қарекетте берекет деген. Жақсы түсінікті. Қандай шарттар бойынша, яғни қандай критериялар бойынша сіздер таңдайсыздар отбасыларды? Мұқтаж отбасыларын. Енді бұл өте күрделі мәселе. Шындығына келгенде қазір енді Аллаға шүкір, басында ең құрылған кезінде 3 ай дегенде бір баспана берген. Осы халықтан жиналған садақаның арқасында. Қазір Аллахқа шүкір, бір күнде бір баспана беретін дәрежеге жетіп жатырмыз. Аллахтың қалауымен. Бұның бәрі. Бұл енді бір нәтиже, яғни осындай қазағымыздың бізге артқан сенімінің арқасында деп білеміз. Яғни бізге уже постоянно әрдайым үзбей салып отыратын салымшыларымыз бар. Солардың арқасында қазір осы дәрежеге жетіп отырмыз. Ал отбасыларға келетін болсақ, біз енді қазіргі таңда республикалық дәрежеде жұмыс жасаймыз. Біздің өзіміздің колл-центр бар осы Алматы қаласында. Оған күніне көптеген, енді оның ішінде қазір қателеспесем күніне бір 2000-ға жуық қоңыраулар түседі ме? Қоңыраулар түседі. Оның ішінде 40% осы Алматы қаласынан өтініш қалдыратындар. Сондықтан бізде қазір ең осы үлкен мәселелердің бірі осы болып тұр, жұмыс жасау. Яғни оның ішінде біз бәрін тіркейміз, отбасыларды енді бізге өтініш қалдырғаннан кейін. Одан кейін біздің критерий дейді ғой, 3 этап бойынша жұмыс жасаймыз қазір таңда. Ең бірінші этап ол жетім жесірлер. Өйткені бізде цель дейді ғой, мақсат сол болған. Алғаш осыны Гүлмира Мұхаңыз енді осының негізін қалаушы кісі ғой. Сол кісінің бастамасымен құрылған кезде ол айтқан осындай жетім жесірлерді бір қазақ бауырымызды бір үйлетсек деген мақсатта құрылған. Сондықтан бірінші этапта бізде қазір жетім жесірлер, яғни асыраушысынан айырылған, бақилық болған жалғыз басты аналар, немесе жалғыз басты әкелер. Сондай тағдырлар. Көп балалы, мейлі, бірақ қазақша қалай айтады, тығырыққа тірелген отбасылар бар ғой. Мысалға пропискасы жоқ, өкіметтен қандай да бір ешқандай көмек ала алмайтын, шындығына нуждайт етіп отқан, қиналып отқан отбасылар бізде бірінші кезекте. Сосын уже екінші кезек бойынша жұмыс жасаймыз, ол кезде уже толыққанды отбасылар. 8 баласы бойлы, мейлі 5 бала. Жаңа бірінші этаптың ішінде кіреді толыққанды отбасылар, бірақ семьяда мүгедек болса, жаңағыдай асыраушысы, немесе анасы, немесе әкесі, балалармен жұмысқа жарамсыз отбасылар болса, оларды да қарастырамыз. Мынау орысша айтқанда безвыходный положениеда отбасылар бірінші кезекте алады қазіргі таңда. Түсінікті. Әлімжан мырза, сіз біздің студиямызға жай тектен-тек келген жоқсыз. Қонақ болып келдік.
бір кейіпкерімізді қуанту үшін келіп отыр. Иә. Қай кейіпкеріміз екенін әрине барлықтарыңыз білгілеріңіз келіп отыр. Мен де білгім келіп отыр. Бірақ қазір алдымен кілтті алайық, Бұл кілт кімге бұйырады? Айтпақшы біздің әлі ойынымыз бар, көрермендерімізге тапсыратын 100 мың теңгеміз бар. Үлгереміз ба? Уақыт не болып жатыр өзі? Мен қолымда көрінбейтін сағат. Бұл кілт, бұл үйдің ба, бұл пәтердің ба кілті кімге бұйырады екен? Ал. Бұл үйдің кілті Жалын Мұқаевқа бұйырып тұр. Арнасына Самат Толықбайұлына сіздерге мынау менің редакторым Айда, жаңағы Айбек, Мұрат деген жігіттерге бәріне алғысым шексіз, көрермендерге мыңда бір рахмет. Істеріңіз алға басып, Алла жар болсын сіздерге. Алғысым шексіз, ризамын. Жалын аға, сіз үшін мен де қуаныштымын. Біздің кейіпкерлеріміз де қуанышты. Бір ауыз айтарларыңыз бар ма? Бір ауыз айтарларыңыз болса. Айтыңыз, қысқадан қысқа. Жалын құтты болсын. Рахмет. Бала шағаңменен бақытты өмір сүр. Аңсаған арманыңа жетіп, мақсатыңа жете бер. Рахмет. Жалын аға, енді үйіңізде әйел заты болмаса да ұлдарыңыз келіншек алып кеп сізді қуантып, ыстық шайын құйып отырсын деп тілеймін. Баспанаңыз құтты болсын. Рахмет. Жалын аға, құтты болсын. Енді пәтеріңіз жеке басты. Алдыңға айтып, артық кеткен сөздерім болса кешіреміз. Құдай қаласа сол 3 бала шағаңыз сол жаңа үйде жарқырап жүре берсін деген ниет Аумин, айтып. рахмет. Жалын аға, бұйыртса енді үйдің кілтін алдыңыз. Әлімжан мырза. Енді ағамыз 3 баласымен бұйыртса қашан үйге кіреді, қай жақтан дегендей біз қашан түсіреміз? Халыққа қашан көрсетеміз? Алдағы аптада. Алдағы жұмаға дейін, иншалла, реттейміз. Қоныстайға барамыз. Керемет. Жалын аға, сіздің әлі де бір-екі шешілмеген мәселеңіз бар. Оған біз әлі тоқталамыз. Бұйыртса, алдағы аптада үйге кіресіз. Қазір бір-екі несі бар. Ол нәрселер дұрысталсын. Міндетті түрде келесі аптада, құрметті көрермендер, біз сіздерге көрсетеміз. Жалын ағамыздың 3 баласымен жаңа үйіне кірген сәтіне барлығымыз куә боламыз. Әлімжан мырза, айтарыңыз бар ма? Айтарым бар. Тыңда. Енді жалпы осы телеарнаны пайдалана отырып, ең бірінші осы отбасыларға бір өтініш айтқым келіп отыр. Қазіргі таңда қазақ десең өзіңе келеді, бірақ осы салада жүргеннен кейін, өзіміз қазір көріп жүргеннен кейін, неше түрлі отбасылар бар. Үй алып береміз деп оларға уже не шығады, приказ шығады. Осылай барып вручать етеміз біз енді әр жерде әрқалай ғой. Кейде үйіне барып вручать етеміз, сахнада, концертте, неде болмасын. От қызықтың несі артынан шығады да, ол кісілерге кілтті вручать етіп алғаннан кейін, біз енді қайырымдылық қор болғаннан кейін бізде лимит деген нәрсе бар. Біз басында да айтамыз оларға, барып тексерген кезде де өтінішін аламыз, қолхатын аламыз. Ол кісілеріне айтамыз, біз қаладан үй алып бермейміз. Өйткені қалада білесіздер, себестоимыз қалай екен үйдің бағасы қазіргі таңда. Біз районнан, қаланың шет жағындағы ауылдық жерден, аудан орталығынан сол лимитке байланысты іздейміз, табамыз. Іздегенде де бізге басшылық айтады. Іздегенде де өздеріңе как для себя дейді ғой, өздерің тұра алатындай, өздерің сол жерде комфортно, уютно сезінетіндей үй қараңдар, табыңдар деп. Солай іздейміз. Сондай варианттарды көрсеткен кезде ұнатпайды ғой. Маған қаладан шындығына келгенде Әл-Фараби Ремизовкадан маған коттедж алып бер деген отбасылар болды. Сондай отбасылар бар. Қаладан квартира алып бер деген отбасылар бар. Соларға осы арнаны пайдаланып айтқым келіп отыр. Кішкене алдағы уақытта бізге хабарласушы, өтініш білдіруші отбасыларға айтарымыз осы ғой. Кішкене қараңыздар, бізде өткен лимит деген нәрсе бар. Сол критерий бойынша жарайды, мен тұра алам ауылдық жерде, жер үйде тұрам деген отбасылар болса, мархабат, бізге өтініш қалдыруға болады. Жақсы, көп рахмет.
Әлімжан мырза, Қарекет қорына сізге алғысымыз шексіз. Алдағы аптада біз куә боламыз. Жалын ағамыздың 3 баласымен кірген жаңа үйін барлығымыз бірге көреміз, ол қуанышпен бөлісеміз. Алғысымыз шексіз. 1 минут айта кететін. Қазір енді бәрі онлайн түрде ғой. Бізде көбінде халық қайдан салады дейді. Садақа яшігі бар, не бар? Оның ішінде Каспий Голд қой, қазір барлығымызда бар. Осы Каспий Голдпен көбісі шатасып жатады. Қай номерге салу керек, кімге салу керек. Сол өз бізде 2 номер бар. Ол яғни Гүлмира Мұхаңызанда тіркелген қордың номері. Яғни 777-500-20-29 деген дәл осы номерде 747-де Теле2 номер бар. Осы 2 номер. Басқа номер бізде әзірге жоқ. Яғни Каспий Голдтан салатын болса. Көбісіне сұрап жатады. 777-500-20-29. 777 емес, 76. 777-500-20-09. Бұл да Гүлмира М деп шығады, яғни Гүлмира Мұхаңқызы. Жақсы. Кел татуласайық бағдарламасы жұмадағы жақсылықта бүгін кейіпкеріміздің пәтерлі болған, үйлі болған барлығымыз куә болдық. Жалын аға, сізге қысқадан нұсқа бір сұрақ қоямын, соған нақты жауап берсеңіз. Соңғы рет қашан қуанып едіңіз? Соңғы қуанғанды білмеймін, мен осы... Жақсы, оны айтамыз. Қазір мен көрермендерді қуантайын. Қалалық нөмірге қоңырау шалыңыздар, құрметті көрермендер. Қалалық нөмірге 12 санды тізіп айтатын көрерменіміз бар болса, қосайық байланысқа. Алло. Алло, сәлематсыз ба? Саламатсыз ба, мен цифрларды айтайын деп едім. Түсінбедім. Мына сандарды айтайын деп едім. Сандарды ма? Жақсы, айтыңыз. Біріншісі 60 мың. Келесі? Екіншісі 6 миллиард. Келесі? 19 мың. Тез, келесі? 400 мың. 79. Дұрыс. 101. Дұрыс. 31 мың 183. Дұрыс. 8 мың. Дұрыс. 13 мың. Дұрыс. 217 мың. 92 мың. 12 мың. Дұрыс! Есіңіз кім? Қай қаладан? Маргарита, Алматы облысынан. Есіңіз? Маргарита, Алматы облысынан. Маргарита, бәрекелді. Маргарита, сіз тұтқаны қоймаңыз. 100 мың теңгенің иесі атандыңыз. Өте дұрыс, барлығына да дұрыс жауап бердіңіз. Фамилияңызды айтыңызшы? Бекмұратова. Бекмұратова, Маргарита. Иә. Міне, құрметті көрермендер, өздеріңіз куә болдыңыздар. Тікелей эфирде біздің сандарымызды дұрыс рет-ретмен айтып, 100 мың теңгеге ие болды. Маргарита? Алло. Қазір біз редакторлар қазір сөйлесіп жатыр. Бір қуанышпен жалғасып жатыр. Қалай Жалын аға? Керемет, жақсы. Мен қуанышыма шек жоқ. Мен қашан қуанғанды да ұмытып қалдым. Осындай қайғы мұңды ұмытатын уақытта бар екен. Мен өткенде айтып едім, Аллаға бет бұрдым. Міне Алла бірінші Алланың көмегі шығар деп ойлаймын. Екінші, осы сіздердің арқаларыңызда мыңда шүкір. Рахмет сіздерге. Осы ұжымға 31-ші хабардың арнасына, бағдарламасы. Арнаның. Самат Толықбайұлына, Тақир мырза, сізге, Айдаға, Айбекке, Мұратқа, аты аталмайған осы жерде жүрген барша кісілерге, ұжымға, Қарекет қорының Гүлмира Мұхаңқызына, жаңағы Әлімжан мырзаға, бәріне мыңда шүкіршілік айтам, рахметімді алғысым шексіз, рахметімді айтам. Бәрекелді. Аға, сіз үшін мен де қуанып отырмын. Сіздің маған айтқан рахметіңіз бұл барша біздің ұжымымызға тиесілі. Сіздің мәселеңіз әлі толық біткен жоқ. Балаларыңыздың құжатын рәсімдеп бітіру керекпіз, ол бір. Сондай-ақ сіздің әйеліңізді табу керекпіз. Сіздің өзіңіздің айтқаныңыз бар. Келсесіз ғой? Келсем. Сондықтан да біз әлі сізбен қоштаспаймыз. Шын жүректен мынау пәтеріңіздің кілтін алып отырсыз, құтты болсын деп айтқым келеді. Балаларыңыз қазір жалпы негіз біздің бағдарламаны көріп отыр ма? Көріп отыр деп ойлаймын. Иә? Енді бүгін шығасыз ба, папа, бүгін шығасыз ба деп қалды. Балаларыңызға айтарыңыз болса? Ұлдарым, жігіттер, арландарым, міне біз бүгін пәтерлі болдық. Қуанышыма шексіз қуанып отырмын. Сендер де қуанып отырған шығарсыңдар. Туысқандарыма, достарыма бәріне сәлем айтам. Рахмет сіздерге. Осындай қуанышты күндеріміз көп болсын. Ең бастысы, қандай да болған қиындыққа біз мойымау керекпіз, және сену керекпіз. Жақсылық бар екеніне сенейік. Маргарита Бекмұратова,
Маргарита Бекмуратова, иә. Көрерменімізді шын жүректен құттықтаймыз. 100 000 теңге сіздікі. Біздің бағдарламамызды үзбей көріп жүрсеңіздер, онда осындай сыйлыққа сіздерде ие боласыздар. Келесі аптада қандай сыйлық болатынын мен білмеймін. Мүмкін қаржылай болады ма, мүмкін қандай да бір техника болады ма, оны алдағы уақытта білеміз. Ең бастысы біздің тұрақты көрерменіміз болсаңыз, біздің бағдарламаны үзбей мұқият көріп жазып жүрсеңіздер, естеріңізде сақтап жүрсеңіздер жетерлі. Тосын сыйға ие болатындарыңыз сөзсіз. Жұмадағы жақсылық айдарын ұмытпаңыздар. Бізбен бірге кейіпкерлерімізге қолдау көрсетеміз десеңіздер, мархабат. Осы аптада өздеріңіз көрдіңіздер, біздің 3 кейіпкеріміз баспаналы болды. Шын жүректен құттықтаймыз. Аида, өзің көріп отырсың ғой. Керемет. Мынау қуаныш негіз менің де мына жерімді жарып бара жатыр. Өте тамаша жаңалық екен. Жалын мырза, 3 бөлмелі пәтеріңіз құтты болсын. Жалпы әлі білмейміз неше бөлмелі болатын, бірақ 3 баласы. Әмин деп қояйық. Әмин. 3 бөлмелі болсын. Ең кем 3 бөлмелі пәтер болсын. Қандай да болса үлкен керемет жаңалық екен. Тахир мырза, сізге және Кел татуласайық ұжымына алғыс айтқым келеді. Браво, жарайсыздар. Көрермендерімізге де үлкен рахмет.